Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз 5-4 жаттығудың есептерін шығарамыз. Бірінші есебінде былай дейді: массасы 100 кг дене 10 метр биіктіктен, биіктігі 3 метр үйдің төбесіне құлап түсті. Ауырлық күшінің істеген жұмысы қандай дейді. Енді шешуі: ауырлық күшінің жұмысын А тең mg дельта h. Осы жерде А тең mg, одан кейін биіктіктердің өзгерісі түрінде алатын болсақ, h1 азайтылған h2, mg h1 азайту h2 орын-орнына қоямыз. Мына жердегі mg бізге f-ті да береді. Ауырлық күшін береді. Ары қарай орнына қоямыз. 100 көбейтілген 9,8, 10 азайту 3 тең 6,86 килоджоуль шығады. Неге есептеп тастадық? Екінші есебінде 800 метр биіктіктегі тау шоқысының төбесінде алма ағашы өсіп тұр. Биіктігі 5 метр. Алма ағашының бұтағындағы массасы 0,5 кг алманың жер бетімен және ағаш түбімен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы қандай дейді. Енді бізге екі потенциалдық энергияны табу керек болады. Мына жерде 0,5 кг. Енді екінші есебінің шығару жолына келсек, екі түрлі потенциалдық энергиямызды табуымыз керек болады. Шешуі: потенциалдығы 2 mg h2 0,5 9,8 көбейтілген 5, бәрін есептерсек 24,5 джоуль. Потенциалдық 1 h1 800 көбейтілген 0,5 көбейтілген 18 тең 3,9 килоджоуль. Неке екінші есебімізде шықты. Үшінші есебімізде Нұрек су электр станциясының су 275 метр биіктіктен құлап ағады. Әрбір секунд сайын су электр станциясының бір турбинасынан 155 метр куб су ағып өтеді. Бұл турбинада бір секунд ішінде неше энергия өндіріледі дейді. Енді бізге энергияны өндіру үшін бұндай берілгені биіктік, уақыт және көлем. Енді бұл энергияның формуласын біз жұмыстың формуласымен алмастырсақ болады. Судың тығыздығын аламыз. 9,8 көбейтілген 155 берілген көлемдегі. Так, оған көбейтеміз биіктікті 275-ті. Тең бәрін көбейтсек 417,14 джоуль шығады. Джоуль шығады. Ары қарай төртінші есеп: дененің жер және ай беттерінен бірдей биіктіктегі потенциал энергиялары бірдей бола ма дейді. Бірдей болмайды. Себебі жердің еркін түсу үдеуі айдың еркін түсу үдеуінен үлкен. Бірдей болмайды. Келесі есебіміз біздің 5-ші есеп. Қатаңдығы К2 көбейтілген 5 дәрежесі ньютон бөлінген метр серпімділік күшінің әсерінен 3 сантиметрге ұзарды.
созылған серіппенің потенциалдық энергиясы қандай деді. Потенциалдық энергияның екі түрлі формуласы бар еді. Бірінші А Е тең МЖH болса, екінші формуласы kx квадрат бөлінген 2 еді. 2 көбейтілген 5 дәрежесі көбейту 9 көбейтілген 4 дәрежесі бөлеміз 2 тең 90 джоуль шығатын еді. Ары қарай келесі 6-шы есебімізді қарайық. 250 ньютон серпімділік күшінің әсерінен серпе 30 сантиметрге ұзарды. Серпенің потенциалдық энергиясын және күштің жұмысын табыңдар дейді. Осы күштің әрекетіне серпе тағы 20 сантиметр созылса, онда оның потенциалдық энергиясы қандай және өзгертуге қанша жұмыс атқарылады дейді. Олай болса, былай етеміз. Мына жерде 30 сантиметрді келтіріп аламыз. Оның -2 дәрежесін көбейтіп, 20 сантиметрде оның 2 дәрежесін көбейтіп келтіріп аламыз. Шешуі. Енді кинетикалық энергияны, потенциалдық энергияны жұмыспен сәйкестендіреміз. Kx квадрат бөлінген 2. Осы жерден мұнаны біз kx-тің өзін ғана бір бөлігін f деп алсақ болады, серпімділік күші деп. Себебі серпімділік күші kx-ға тең. Бір x-ны алып, k-сын алсақ, ол бізге серпімділік күшін береді. Ары қарай 2. 250 ньютон көбейтеміз 0,3-ке бөлеміз 2-ге. Тең 37,5 джоуль. Ары қарай Е тең F x1 қосылған x2 бөлінген 2. 250 0,3 қосылған 0,2 бөлінген 2. Бәрін есептесек, бізде 62,5 джоуль шығады. Мінекей, бұл есебіміз де бітті. 7-ші есеп. Серіппені 6 сантиметрге созғанда оның потенциалдық энергиясы 180 джоуль болды. Серіппенің қатаңдығы қандай дейді. Енді мына жерде 6 сантиметрді 6 көбейтілген 2 дәрежесін көбейтіп метрге айналдырып аламыз. Шешуі. Так, Е тең kx квадрат қой. Осы жерден k-ны табуымыз керек. К тең, k-ның қасындағы үнемі бөлшектің бөліміне түседі. Сөйтеді, келесі беттегі теңдік пропорция түрінде көбейтіледі. 2e. Орнына қоямыз, 2-ні көбейтеміз 180-ге. Бөлеміз 6 көбейтілген 10-2 дәрежесінің квадратына. Осылай есептеп шығара саламыз.